Қайырлы күн, бүгін сіздермен бірге тапада пісетін мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен үлкендеу картошкамызды алып, теркадан өткіземіз. Тура болсаңыздар да болады. Бір сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Және де бір пиязымызды алып, майдалап турап саламыз. Және де осы дайындаған заттарымыздың үстіне 300 грамм мөлшерінде тартылған етімізді салып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Өте көп қосудың қажеті жоқ. Және де 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымызды жайып, бетін майлап аламыз. Менде манты қамырының рецептісі бар. Описаниеге қалдырып кетемін. Осылай орама етіп, бетіне жағып шығасыздар. Әбден орап алғаннан кейін осындай ашық жерлердің бәрін бітеп шығамыз. Осылай шетінен кесіп, бір жағының ұштарын бекітеміз. Осылай. Барлығын осылай жасап аламыз. Менде 13 штук шықты. Енді тапамызды қыздырамыз. Қызған тапамызға сұйық майымызды қажетінше қосып алыңыздар. Және де бір бас пиязымызды екі орташа сәбізімізді теркадан өткізіп, жақсылап тұз бұрышын қосып, кішкене дәмдеуіш қосып, және томатымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Қызара бастаған кезде алдын ала дайындап алған картоптарымызды салып, бірге қуырамыз. Картопты қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Картопты қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз барлығын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін картоптың көлемімен бірдей етіп, суымызды бір келкі етіп құйып шығамыз. Өте көп немесе аз қоспаймыз. Суымызды құйғаннан кейін жаңағы дайындаған мантыларымызды бетіне қойып шығамыз. Өте тойымды тамақ. 40 минутта баяу отта дайын болады. Ас болсын. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.